Сәлем, мен коуч Тори. Бүгін талқылайтын тақырыбымыз мамандық таңдағаннан кейін не істеу керек? Егер сен өз таңдауыңды ойдағыдай шешіп мамандық таңдағаныңа сенімді болсаң, біз тағы бір маңызды жайтпен бөліскіміз келеді. Мамандық таңдағаннан кейін не істеу керек? Кейбіреулер университеттерде мамандықтарды оқи бастаған кезде есеңгірей бастайды. Бұл бірнеше себептерге байланысты болады. Алғашқысы өздері таңдаған мамандықты таба алмау. Екіншісі, бұл немесе басқа мамандық нені білдіретінін түсінбеу. Үшіншісі, бірнеше байланысты мамандықтар арасындағы айырмашылықты көрмеу. Және ең соңғы төртіншісі, не таңдау керектігін білмеу. Осы бойынша нақтырақ қарастырайық. Барлық мамандықтарды университетте оқып, үйрене алмайсың. Егер сен бизнес талдаушы болғың келсе, онда университетте мұндай атаумен мамандық таба алмайсың. Саған қаржылық сарапшыны таңдағаның жөн болады. Орта арнаулы оқу орындарында ғана игеруге болатын мамандықтар да бар. Бұл немесе басқа мамандық нені білдіретінін түсінбесең. Мәдени тынығу жұмысы, мемлекеттік басқару, немесе баспа ісі деген сияқты мамандықтар көпшілігі тек өз атауларымен түсініксіз болып келеді. Сенің бәлкім олардың мазмұны туралы болжамдарың бар шығар, бірақ олардың шешім қабылдауға жеткілікті болуы екіталай. Бірнеше байланысты мамандықтардың арасындағы айырмашылықты аңғармау. Мысалы, мен сәулетші болуды таңдадым делік. Университетті таңдаймын және ішінде әртүрлі мамандықтардың бар екендігін көремін. Мысалы, қала құрылысы, тұрғын және қоғамдық ғимараттардың сәулеті, болмаса қалпына келтіру және қайта құру, немесе ландшафт сәулеті. Мұның бәрі бірдей болып көрінеді деген сезім бар, иә? Бірақ не таңдау керектігін білмеу. Нәтижесінде сұрақ туындайды. Мен сонда қайда барамын? Бірақ қандай сәулетші болғым келетінін және тағы басқаларын дәл шешкен жоқпын. Сондықтан біз саған әр мамандықтың барлық нюанстарын шешуге көмектесетін білікті мансап кеңесшісіне жүгінуге кеңес береміз. Олай болса, ең маңызды нәрсеге көшейік. Мамандық таңдау енді түсінікті нәрсе. Қабылдау емтихандарына ғана дайындалу қалды. Қазақстанда жоғары оқу орындарына түсу емтихандары ОБТ, яғни ұлттық бірыңғай тестілеу деп аталады. Сен өз мамандығыңа сәйкес мамандандырылған пәндердің комбинациясын оқуың керек. ОБТ 5 пәннен тұрады. Оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық, Қазақстан тарихы және 2 арнайы пән. Мамандандырылған пәндердің комбинациясы: биология, география, дүниежүзілік тарих және география, дүниежүзілік тарих және құқық негіздері, география, шет тілі, дүниежүзілік тарих, қазақ тілі және қазақ әдебиеті, орыс тілі және орыс әдебиеті, математика және география, математика және физика, химия және биология, химия және физика, және де 2 шығармашылық емтихан. Көптеген талапкерлердің қателігі, олар алдымен ОБТ тапсырады, содан кейін мамандық таңдайды. Саған ОБТ-ға дайындыққа жауапты қарау керек. Мамандық таңдау туралы шешім қабылда. Соған сүйене отырып, қосымша пәндеріңнің қажетті комбинациялары бойынша дайындық баста. Өзіңді таны және мықты қабілеттеріңді тиімді пайдалан. Осымен тамам. Сау саламат.